Ассалаумағалейкум. Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әрине күрке тауық балапандары жайлы болмақ. Жалпы бүгінгі видеомызда тағы бірнеше ақпаратты қарастырсақ, бірнеше сұрақты қарастырсақ дейміз. Ол мынау күрке тауықтың қанатын қалай қию керек? Біріншісі, екіншісі күрке тауық инкубациясы жайлы, күрке тауықтың жемі туралы. Енді толық болмаса да білгенімізді салғымыз келді. Бізбен бірге болыңыздар, каналымыздан алыстамаңыздар. Дайын болсақ, бастаймыз. Ардақты ағайын, жалпы мынау күрке тауықтың қанатын неге қию керек дегенде, бұлар өте қазір енді өздері салмағы аздау, қанаттар толық дамығандықтан биікке ұшып кетіп жатыр. Өздерінің қауіпсіздігі үшін бір жақ қанатын, өздеріңіз білесіздер, енді оң жағын я болмаса сол жағын ғана қиып, ұшқан кезде тепе-теңдік сақтай алмайтындай қылдыру керек. Күрке тауықтың қанатын қалай қию керек дегенді мінекей сіздерге көрсетейін. Міне біздің ұрғашы күрке тауық. Ең бірінші өздеріңіз үшін күрке тауықтың қанаты қай жерден басталатынын білу керек сіздер. Мына жерден иығы басталады. Осы иығынан бастап мына тұсына шейін қауырсындарын қию керек сіздер. Абайлаңыздар, қауырсынның мына тұстарында қан шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бұлардың қауырсындарын байқап мінеу керек. Мына тұстан бастайсыздар да қатты қауырсындарын қиып өтесіздер. Міне мына жерден осылай. Бұл енді әрине қатты әдемі көрінбесе де өздерінің қауіпсіздігі үшін өте тиімді. Тұстарыңыз жоғары жақ қошпайды, демек аяқтарын ауыртпайды, сындырмайды, шығармайды деген сөз. Ары қарай тағы қызықты ақпарат бар. Бізден алыстамаңыздар. Жалпы мынау белая широкогрудая породасы жайлы айтып өтетін болсақ, жалпы күрке тауық құстары 9 айынан бастап жұмыртқа баса бастайды. Жұмыртқа туа бастайды. Күтімі жақсы болса 19 бен 30-дың аралығында жұмыртқа туады. Осы енді Қарағанды өңірінде қыс кеш бітіп, ертерек басталатын болғандықтан 5 ай жазда бұл күрке тауықтарға 2 рет жұмыртқа бастыруға, балапан бастыруға болады. Балапан басқаннан кейін балапанын брудерға салып алып, сәл демалғаннан кейін аналығы тағы да жұмыртқа баса бастайды. Жалпы енді шындығына келетін болсақ, мен күрке тауықтарыма күніне 3 рет тамақ берем. Бір күрке тауық күніне 200 грамға жуық тамақ жейді. Ол әрине көп те емес, аз да емес, бірақ өздерінің қалыпты дамуларына, өсулеріне жеткілікті. Және қосымша творог беріп отырам арасында. Мынау мал сойғаннан қалған, құс сойғаннан қалған шет қарын, өкпе бауыр, бас, сирақ, осылардың барлығын қайнатып, асқаннан қалған еттің сүйегін жеке өртеп, ағашпен қосып, күлін өгетіп, осылардың кей кезде тамағына қосам, кей кезде жеке ыдысқа қойып жатам. Және бұл күрке тауықтарға егер таза вольерде ұстайтын болсаңыз, қазір енді мынау қиыршықтас балласт қосылған бір ыдыс, құм салынған бір ыдыс, және ағаштың күлі салынған жеке ыдыс қойсаңыз, өздерінің қауырсындарын тазалап, арасында тас жегілері келсе, тасты теріп жеп, өздеріне керекті микроэлементтерін алып отырады.
Енді күрке тауық құстарына жалпы лаж болса, жағдай көтеріп жатса, жақсы салмақ жинау үшін алдарында жем таусылмағаны дұрыс. Маған таныс көптеген құсшылар ыдыстарына жемді тұрақты түрде толтырып қойып отырады. Жалпы мінекей біздің құстар 5 ай шамасына келді. Мінекей қарындары тоқ, көңілдері тоқ, қоразданып жүр. Енді бұйыртса тағы 2 айдан кейін, бұлардың 2 айдан астам уақыт өткеннен кейін жаңа жылға қарай соя бастаймыз. Күрке тауықтың мекені енді көктем уақытында күтімі жақсы болса, қыс уақытынан бастап күтімін жақсы ұстау керек. Көктемге қарай 6 ай қыста, 6 ай жазда, кешірім өтінемін, 80-нен 120 жұмыртқаға дейін тууы мүмкін. Ол енді көптеген ақпарат көздерінен өздеріңіз іздеп қарасаңыздар тауып алуға болады. Және де тағы айтып кететін күрке тауық балапандарының инкубациясы. Күрке тауықтың балапандары 28 күн инкубациядан өтеді. 37-де 6-дан, кешірім өтінемін, қателеспесем 37-де 8-ден бастап 37-де 6-ға дейін. Ақырын-ақырындап температура төмендеп отырады. Және бұл балапандардың инкубатордан шығатын кезде мынау распылитель бар ғой, освежитель шашатын сияқты. Сондай ыдысқа су толтырып алып, жұмыртқаларының сыртын сумен сеуіп отырған дұрыс. Инкубациядан шығатын кезде инкубатордың ішіндегі ылғалдылық 70%-тен жоғары болу керек. Жалпы осы қазір мынау видеоның түсініктемесіне, осы күрке тауық инкубациясының кестесіне сілтеме салып қоям, сол жерден алып қарасаңыздар болады. Және де басқа да ақпарат интернеттен дайын ақпарат тауып жатсам, дұрыс ақпарат тауып жатсам, соған сілтеме салып қоятын боламын. Подписчиктерімнің сұрауы бойынша осы. Енді күрке тауықтың салмағы қандай болу керек дегенде, еркегі ұрғашысы. Мен көріп тұрғандарыңыздай 5 айлық күрке тауық. Әжептәуір үлкен көрінеді. Бірақ та енді үлкендерінің салмағы 8-8,5 килограмм болып тұр қазір. Кішілері өкінішке орай, мекендерінің кішісі әлі 4 килограммның шамасында. Сондықтан видеоның сілтемесіне күрке тауықтың салмағы қандай болу керек деген жайлы кестеде салып өтуге тырысамын. Жалпы осы енді күрке тауықтарым тфай-тфай, құдайға шүкір, әлі бірде-біреуі ауырып сырқап көрген жоқ. Балапан күнінде білместікпен барлығын бір жерге 60 балапанды бір брудерге салып қойып, тоңған кезде ең әдемі балапандар бұрышқа жатып алады екен. Одан кейін жылы жер іздеп, нашарлаулары солардың үстіне қарай шыға береді екен да. Жаңағы ең астында жатқан, ең әдемі, ең үлкен деген балапандар өліп қалады екен. Сөйтіп 20 шақты балапанымызды қырып алдық білместікпен. Одан кейін енді 1,5 ай уақытқа жеткен балапандардан әлі бірде-біреуі ауырған жоқ. Өзімнің қарамағандығымнан тағы бір
балапанды итке алдырып алдым. Бір балапанды сойып жедім. Енді өзіме қызық болды. Дәмі қандай болады екен деген нәрселер, еті қандай болады екен. Жалпы осы мінекей. Біздің қораздар, жалпы байқауым бойынша балапандарымның көпшілігі қораздар. Жалпы бүгінгі тақырып осы. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Тағы қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келеді, комментарийге жазыңыздар. Лаж болса, мынау күздің уақытымыз болса, тағы да жаңа тақырыпта өзіміздің Құдай бетін аулақ қылсын, енді жолыққан проблемаларымыз болса, солар жайында видео түсіріп өтетін боламыз. Және сіздерді қызықтырған сұрақ бойынша ақпарат қарап, тауып, сол жайында видео салатын боламыз. Видео ұнаса лайк басыңыздар, видеомен бөлісіңіздер. Ұнамай жатса, комментарийге жазып, дизлайк басыңыздар. Қазақ білсін деп, қазақ көрсін деп бастап жатқан каналымыздың ақпараттары легі осындай. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі сәтті видеоларда жүздескенше. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған қарапайым қазақтың баласы.